Қыздар, дәл осындай хрустящий корн-дог дайындайтын боламыз. Бүгінгі балалардың демалысына міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен сүтімізді алып, қант, тұз, жұмыртқа үшеуін тұз мен қантымыз ергенше жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Бізде сұйық масса шығу керек. Міне осындай. Толық рецепті видеоның астына қалдырамын, қыздар. Одан кейін шпажкаға сосискаларымызды тығып дайындап аламыз. Ұзын қып салсаңыздар да болады сосисканы. Менде балалар үйде кішкентай болғаннан кейін ортасын бөлдім. Сосисканы клярға салып, панировочный сухариға ұнатып аламыз. Бәрін дайындап алуымыз керек. Сосискаларымыз өйткені қызып тұрған майымызға салған кезде тез-тез піседі. Сол үшін алдын ала дайындап аламыз. Одан кейін осылай майымызға салып, екі шетін қып-қызыл қып пісіріп аламыз. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша футболктың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Көптеген оңай рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Соларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.